Құрметті Тіл ғылымы каналының көрермендері, мен бүгін сіздердің назарларыңызға оқытудағы әдіс-тәсілдердің кейбірін ұсынғым келеді. Бірінші тәсіл – тақырыптық теннис тәсілі. Бұл тәсіл бойынша жұмыс жүргізген кезде сыныптағы оқушыларды топқа бөліп аласыздар. Бір топ сабақ тақырыбына қатысты бір терминді немесе әдебиет сабағы болатын болса, немесе басқа сабақ болатын болса, бір сөзді айтады. Ал екінші топ немесе қалған топтар сол терминнің анықтамасын айтады. Егер сөз жасырылған болса, сөздің мағынасын ашады. Осылай сыныптағы топтар кезектесіп, термин айтып, және оның анықтамасын айтып, немесе тақырыпқа қатысты бір сөз айтып, оның мағынасын ашып, осылай кезектеседі. Жауабын тапқан топқа ұпай беріледі. Жауаптардың табу арқылы жинаған ұпайлары арқылы жеңіске жеткен топ анықталады. Келесі тәсіл – терминдер конверті тәсілі. Оны қолдану үшін ортаға өз қалауымен 10 оқушыны шығарасыздар. Мұғалімнің қолында 10 конверт болады. Әрқайсысының ішінде 10 термин болады. Сол терминді сыныптастарына тақтаға шыққан оқушылар, конвертті алған оқушылар түсіндіру керек. Терминнің өзін айтпайды, сол жайлы айтады. Сыныптастар қандай термин екенін табу керек. Бұл тәсілді емтиханға дайындық кезеңінде тиімді пайдалануға болады. Келесі тәсіл – 4 сөйлем тәсілі. Бұл негізінен тақырыпқа қатысты оқушылардың өз пікірін білдіру үшін қолдануға болады. 4 сөйлем тәсілінің 4 құрамы бар. Бұл пікір, дәлел, мысал, қорытынды. Пікір – тыңдаған мәтін бойынша өз пікірлеріңді бір сөйлеммен айтыңыздар, не жазыңыздар деп бірінші бөлігін орындатуға болады. Бұл барлық сабақтарда қолдануға болады. Екінші дәлел – пікірлеріңді бір сөйлеммен дәлелдеңіздер дейді. Үшінші мысал – пікірлеріңді өмірмен байланыстырып, мысал келтіріңіз дейді. Төртінші қорытынды – мәтін мазмұны бойынша қорытынды шығарыңыздар дейді. Яғни өтілген тақырыпқа қай пәннен өтсе де, сол тақырыпқа қатысты оқушылардың өздерінің пікірлерін дәлелдеуге, пікірін білдіруге, дәлелдеуге, мысалмен тиянақтауға және қорытынды жасауға мүмкіндік беретін тәсіл. Сіздерге ұсынылып отырған тәсілді кәделеріңізге жарайды ғой деп ойлаймын. Пайдаланып көріп, сол пайдалану барысындағы кездескен қиындықтар немесе ұтымды тұстары болатын болса, менің каналыма жазылып, Тіл ғылымы каналына пікір қалдыруларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.